Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі тамаққа тауықтың аяқтарына картоппен қосып духовкада пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге картоппен тауықтың аяқтары керек болады. Артық заттың қажеті жоқ. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен картоптарды тазалап, турап аламыз. Осындай ұзындау бөліктерге бөліп турап аламыз. Мен осындай турайтын пышақтан пайдаландым. Сіздер жай пышақпен де турасаңыздар болады. Енді араластыратын соусты дайындаймыз. Майонез салып аламыз бір ыдысқа, тұз, кориандр, қара бұрыш қосамыз. Үлкен қасықта бір қасықтай паприка қосамыз. 4 тіс сарымсақты осындай езетінен шығарып аламыз. Енді оливке майын қосамыз. Үлкен қасықта 1,5 қасық қосамыз. Егер сіздерде оливке май болмаса, жай ғана өсімдік майыны қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы соустың жартысыны тауықтың аяқтарына саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне тию керек біздің соус. Сосын 15-20 минутқа осы маринад сіңгенше қалдыратын боламыз. Соустың қалған бөлігін картоптың үстіне салып, картопты да жақсылап араластырып аламыз. Оны да сол етпен бірге 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Дәмдеуіштері жақсы сіңіп, өте дәмді болып шығу үшін солай қалдыруымыз керек. Енді листке фольга қағазын төсеп, оған бірінші картопты салып шығамыз. Барлық жерін тегістеп жайғастырамыз. Оның үстіне тауықтың аяқтарына салып шығамыз. Пешті 180-200 градусқа қыздырып қойған болуымыз керек. Пешке салып 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ашып қарап тұрыңыздар, сонда да пешке, әркімнің пеші арқалай, үсті қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Бетін мен ештеңемен жаппаймын, кейбіреулер фольгамен жауып жатады. Егер сіздерде пешке май шашырап кетеді десеңіздер, үстін жапсаңыздар болады. Міне осылай үсті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің тамағымыз дайын. Ыстықтай дастарханға тартсаңыздар, өте дәмді болады. Қып-қызыл болып, осылай үсті шығады. Картоптары кәдімгі картошка фри сияқты болады. Балалар өте сүйіп жейді. Кешкі тамаққа, не болмаса түскі асқа дайындасаңыздар, өте керемет болып, отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін бассаңыздар, жаңа рецепттерді көріп отыратын боласыздар. Алда сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Каналымда тағы да басқа қызықты рецепттер бар, кіріп өтіп көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.